Әріптестер, мен бүгін сіздермен мәтінмен жұмыс жасаудың теориясы мен әдістемесі деген тақырыпта ой бөлісейін деп отырмын. Өздеріңізге белгілі, жаңартылған білім мазмұнына сәйкес жаңа буын оқулықтары мәтінмен жұмысқа негізделген. Бұның себебі оқушылардың оқу сауаттылығын дамытуға арналғандығында болып отыр. Енді мәтін дегеніміз оқу сауаттылығының негізгі аспектісінің біріне кіреді екен. Оқу сауаттылығы қазіргі кезде ұлттық бірыңғай тестілеудің міндетті бағыттарының бірінен саналады. Енді сол оқу сауаттылығының құзыреттіліктері қандай? Бұл жерде де тағы да мәтінге келіп кездесеміз, мәтінді дұрыс саналы түсініп оқу, мәтін бойынша сұрақтар қою және сұрақтарға жауап беру, оқығанын өмірмен байланыстыру, өмірден мысал келтіру, оқыған мәтіннің мазмұнына байланысты өз ой пікірін білдіру. Бұл енді оқу сауаттылығының негізгі құзыреттіліктері, яғни қарап отырсақ, тағы да мәтінге келіп тіреледі екен. Енді мына бір үш нәрсеге тоқталғым келеді. Оқу сауаттылығының үш құрамдаушы жағдай, мәтін және аспект. Бұлар не? Осыған тоқталып өтейік. Жағдай дегеніміз біз енді мәтінмен жұмыс жасағанда қандай жағдайда қолданамыз оны? Сол нәрсе айтылады. Яғни жеке пайдалану үшін оқимыз мәтінді, көпшілік пайдалану үшін, білім алу үшін, типтік кәсіби оқу, қоғамдық пайдалану үшін сондай жағдайларда пайдалану етеміз. Енді бізге ең қажеттісі мәтіннің типі, мәтіннің типі екеу. Біріншісі тұтас мәтін деп аталады. Ол тұтас мәтініміз біздің осы кезге дейін күнделікті дайындалып, күнделікті сабақта жиі қолданылып жүрген мәтіндеріміз. Енді тұтас емес мәтін, немесе бұл жадағай мәтін деп те аталады. Бұған графиктер, диаграмма, кесте, карта, бланк формалары, сурет, осы сияқты сызба кестелердің бәрі де мәтінге жатады екен. Яғни бұл жерде ол тұтас емес, жадағай мәтіндер деп аталады екен. Енді осы жерде сендерге бір сұрақ қойылғым келіп отыр. Біз мәтінмен жұмыс барысында көп жағдайда оқушылар қателесіп жатады. Сол қате неден кетеді деп ойлайсыңдар? Қандай жағдайда? Оның себебі неде? Мәтінмен жұмыс жасағанда оқушылар қателеседі. Себебі оқушылар мәтінді мұқият оқымайды. Себебі одан кейін қазір кезде кітап оқу оқушылар өте аз кездеседі. Және де мәтінді түсініп, мұқият оқу керек, бар зердесін салып. Осы жақтан ақсайды деп ойлаймын. Өте жақсы, дұрыс. Мен де соны айтайын деп отырмын. Негізі мәтіндегі оқушылардың ең бірінші қателігі бұл мәтінді түсініп оқымағандығынан екен. Яғни мәтіннің мазмұнын түсініп оқымайды. Енді осы мәтінді түсініп оқудың тәсілдері бар. Осы екеуіне арналған тапсырмалар орындасақ, сендермен жұмыс барысында көрсек деп отырмын. Енді тапсырма орындаймыз. Сендерге мәтін таратып беремін. Осы мәтін бойынша мәтінде негізі тапсырмалар бар, жазылған. Негізінде тесттен негізгі көбінесе мақалдар негізі
жас жігіт шатырдың алдында жанымен жатқызылған есек арбаның үстінде домбыра шертіп отыр еді. Майшаның жарығы маңдайына шағылысып, шып-шып шыққан терімен айқасып жатқандай еді. Домбыраның мойны ары-бері жүгіріп өткен, саусақтарының астында тіріліп кеткендей еді. Жас жігіттің қолы домбыраның шегіне жақындаған сайын, екеуінің арасында құпияға толы әңгіме жүріп жатқандай. Тапсырма. Мәтіннің түрін анықтаңыз және дәлелдеңіз деді. Екінші тапсырма. Мәтінге лайық атау беріңіз. Үшінші тапсырма. Негізгі ойды мақал-мәтелдермен тұжырымдаңыз. Біз мәтіннің түрі пайымдау мәтіні деп алдық. Себебін білдіріп тұрған сияқты болып көрінді бізге. Екінші, мәтінге лайықты атау дегенде домбыра сыры дегенге дедік. Үшінші, мақал деп ат беріп тұр мәтінге. Сондай атты күйші дегенде ой болды бізге. Сосын екінші домбыра сыры дегенде. Бірақ соңғы сөйлемге тірелдікті біз сомен домбыра сыры деп алдық. Үшінші, мақал мәтел дегенге сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деп алдық. Жігітке жетөнерде аз деген мақалды. Екінші тапсырмамыз бізде, екінші мәтініміз ай біздің планетаның жеке дара серігі. Ол жерден 4 есе кіші және күннің жарығына шағылысып жарқырайды. Айда тіршілік жоқ, оның беті жерге жетпей құлаған. Мың сан метеориттер соққысынан пайда болған кратерлерге толы. Айдың қорғаушы атмосферасы жоқ. Сондықтан да ондағы температура шамадан тысқары. Ай қалай пайда болған? Ол астероидтың жас жермен соқтығысының нәтижесі. Осы апаттан соң ғарышта айналып жүрген жер қабығының орасан зор сынығынан ай пайда болған. Екінші мәтінге байланысты тапсырма құрастырыңыз деді. Бірінші тапсырмамыз, бірінші мәтіннің түрін табыңыз. Екінші тапсырмамыз, мәтіннің тақырыбын анықтаңыз. Үшінші тапсырмамыз, мәтін қай стильде жазылған. Енді мына кімнің екі топқа арналған бұл тапсырма. Сіздерге сұрақ. Екінші мәтін жаңа айтып қоямын, енді біріміз тыңдаймыз. Себебі тапсырмалар бар. Бұл тапсырмаларды ол топ өздері ойламай түрін анықтаңыз деді ғой. Екінші мәтін. Біздің ойымызша бұл неге кетеді? Сипаттау деп алды. Екінші тақырыбы анықтаңыз. Мәтін тақырыбы. Екінші мәтін. Аспан әлеміндегі айдың көрінісі деп алсақ болады ма? Аспан әлемі. Үшінші топ не деп атаймыз? Үшінші топ. Екінші мәтінге қандай атау қоюға болады? Айдың пайда болады. Біз бірінші топ айтпаймыз. Екінші мен үшіншіге арналған тапсырма. Жер серігі ай деп болса болады. Үшінші топ қалай алады? Үшінші топ қалай аламыз? Сол аспан әлемі. Аспан әлемі туралы ма жерде? Ай туралы. Аспан әлемі түгел планета кіргізеді ме? Стилі, ғылыми стилі деп Стилі ғылыми стилі. Дұрыс айтып жатыр ма? Мына соның не басында? Ғылыми стилі. Ай жер серігі ай деген тақырыпқа айтты. Түрін дұрыстапты, сипаттаманы. Одан кейін бірінші тапсырмаға байланысты сіздерде сұрақ бар ма? Бірінші мәтінге байланысты. Менде сұрақ бар ма? Бірінші мәтін әдемі мәтін. Оның жаңағы несі, түрі әңгімелеуге де келеді, сосын сипаттауға да келеді. Қайтадан бір оқып жіберші. Мына екі топқа. Бірінші мәтін, жақсы. 20 жасар жас жігіт шатырдың алдында жанымен жатқызылған есек арбаның үстінде домбыра шертіп отыр еді. Майшаның жарығы маңдайына шағылысып, шып-шып шыққан терімен айқасып жатқандай еді. Домбыраның мойны ары-бері жүгіріп өткен саусақтарының астында тіріліп кеткендей еді. Жас жігіттің қолы домбыраның шегіне жақындаған сайын, екеуінің арасында құпияға толы әңгіме жүріп жатқандай. Енді екі топқа сипаттау, бірақ құсайма әңгімелеуге еді деп не тұр, аяқ жағында әңгімелеп жеткізіп тұр. Бірақ бұл жерде сипаттауға жатады бәрі. Біз одан кезде биылғы білесіңдер ғой, мәтіннің стилі менен, мәтіннің түрінен көп қате жіберді. Республика бойынша кетті қате. Осыны ажыраталмайды екен дауы. Мына жерде мынаны әңгімелеп мәтін деп жүрмек. Себебі әңгімелеп көрсетті. Бірақ мына жерде
басым болатын себебін енді дәлелдеуіміз керек қой оқушыға. Бұл әңгімелерге ұқсап тұр, әңгімелеп тұр, айтып тұр, иә? Жатыр еді, отыр еді деген сияқты аяқталады. Бірақ сипаттау мәтіні бәрібір бұл. Жігіттің жан-жағындағы айналасы өзі сипатталып сөйлейді. Сосын біздің көз алдымызға сол сипат, сол бейне келеді. Сондықтан да бұл сипаттау мәселесі. Бірақ қатты ұқсайды. Міне оқушылардың қателесетін жері осы. Қатты ойланыңдар, екеуіне осы екен емес. Оны бұл тапсырмаларын беріп отырған себебі біз жаңа стильменен түрден көп қателесеміз, себебі бізде ұқсас мәтіндер түрлері жерде мысалы үшін әңгімелеу мәтінмен сипаттау мәтін ұқсап жатыр. Сол сияқты пайымдау мәтінмен сипаттау мәтін айырмайтын кездер де болады, иә? Сол жерде біз пайымдау деген соңғы несіне қараттағы пайымдау ата өзі пайымдама жасауымыз керек. Жас жігіттің қолы домбыраны шетіне жақындаған сайын екеуінің арасында құпия қалып әңгіме жүріп жатқан. Пайымдау жүргізіледі. Содан кейін біз пайымдау. Пайымдау деп ойладық. Міне осы қателесетін жерде біздің өзіміздің оқушының өзімізде қателесеміз. Енді стильдерде бізде стильдер ұқсас стильдер бар ғой, иә? Көркем әдебиет стильмен, музыкалық стиль, ресми стильмен, ауызекі ресми стильмен, музыкалық стиль қатты ұқсас болып келеді. Осы жерден көп қателесіп кездеседі. Бірінші топқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, иә? Енді екінші топтың есімді мәтін. Берілген мәтін 8 наурыз. Адамдар да тіпті табиғаттың өзі бұл күні біздің тамаша әйел аналарды даңққа бөлеп тұрғандай. Иә, бұл мерекенің басқа жыл мезгілінде болуы қисынға келмейді. Себебі көктем секілді әйелдер де адамзатқа өмір, жылылық пен әсемдік сыйлайды емес пе? Расул Ғамзатовтың мынадай сөзі бар: ана дегеніміз әлемнің жан дүниесі, оның бастауы мен таусылмас жалғасы. Ол тіршілік, үлкен тағдыр, махаббат пен шабыттың нәрі. Ана сөзі бізді елең еткізбей, жылылық пен шуақты сездірмей қоймайды. Бұл мәтіннің бірінші құрылымымен жұмыс жасадық. Бұл жердегі азат жолдарды анықтап, тыныс белгілерін қойып шықтық. Тыныс белгілері қойылмаған екен. Құрылымы дұрыс құрылмаған. Құрылымдалмаған мәтін берілген. Енді қанша азат жол болды сонда? Бұл жерде бір азат жол, бірақ та жаңағы сөйлемдердің соңында, мына хабарлы сөйлемнің соңындағы нүктені, одан кейін жаңағы сұраулы сөйлемнің соңында қабаттаса келетін тыныс белгілері, жаңа сұрақ белгісі мен леп белгісі, одан кейін Расул Ғамзатовтың төл сөзінде берілген тыныс белгілерін тырнақшаны қойып шықтық, және сөйлемдер бас әріппен жазылмай кеткен, сол бас әріппен қойып шықтық. Сұрақтарыңыз бар ма? Және де мына жерде бір жерде бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша қойылмаған, бастауыштан кейін қойылған, сол сызықшаны қойдық. Құрылымдалмаған мәтін берілген ғой, бізде ешқандай ештеңе жоқ. Соны тиісті. Сөйлемдердің барлықтары бұл жерде кіші әріппен жазылып кеткен, соны анықтадық, құрылымын анықтап шықтық. Бітті ма тапсырмалар? Жоқ, Екінші тапсырма мәтіннің түрін анықтаңыз және дәлелдеңіз дейді. Біз мәтіннің түрі деген әңгімелеу, сипаттау, пайымдау деген үш түрі де бар деп есептейтін болсақ, біз бұл мәтінді пайымдау мәтініне жатқыздық. Өйткені бұл жерде сипаттау мен әңгімелеуден гөрі бұл жерде жаңағы жеке адамның бір пайымы сезілетін сияқты, содан кейін себебі, дәлелдер келтірілген. Мысалы, бұл мерекенің басқа жыл мезгілінде болуы қисынға келмейді. Себебі көктем секілді әйелдер де адамзатқа өмір, жылылық пен әсемдік сыйлайды емес пе деген сөйлеміне қарап отырып, біз бұны пайымдау мәтініне жатқыздық. Енді біз бұны үшінші тапсырма мәтіннің стилін анықтаңыз және дәлелдеңіз деген, біз бұны көркем әдебиет стиліне жатқыздық. Өйткені мәтінде теңеу, эпитет, метафора сияқты көркемдегіш тәсілдер қолданылған. Мысалы, тамаша әйел аналар дейтін болсақ, бұл жерде тамаша сөзі эпитетке жатады. Көктем секілді әйелдер десек, бұл жерде теңеу,
енді мысалы үшін Расул Ғамзатовтың мына бір сөзі бар, ол тіршілік, ол үлкен тағдыр, ол махаббат пен шабыттың нәрі деген сөздері біз метафора деп алдық. Яғни ана сөзін нәр, тағдырмен, махаббатпен, шабытпен байланыстырған. Соны біз метафора деп. Осыларға сүйене отырып, Иә, осыларға сүйене отырып біз көркем әдебиет стилінде жазылған мәтін деп есептеп отырмыз. сұрақ бар ма? Мәтіндегі негізгі ойды түсіндіру тәсілін анықтаңыз дейді. Біз бұл жерде дәйек сөз деп алдық. Себебі бұл жерде мәтіннің өзі басында басталады 8 наурыз деп. Осы арқылы сосын содан кейін тағы да ана дегеніміз әлемнің жан дүниесі деген сөздер арқылы дәйек сөз деп, Ғамзаттың сөздері арқылы дәйек сөз деп алып отырмыз тәсілін. Дәйек сөз кетіру тәсілі арқылы негізгі ойды Ана туралы ғой. Сұрақтарыңыз бар ма? Екі топ мұқият тыңдаңыздар дедім, жаңа сұрақ болу керек, неме сұрақ бар? Сіздерде қандай сұрақ бар? Жақсылап не болыңдаршы. Бұл кімдерге берген, екінші топқа берген тапсырмада жаңа Сандуғаш айтып кетті да, бір ғана азат жол бар деді. Бір ғана азат жол бар деді. Берейік иә, сіздер мынаны көрейікші, соны қараңдаршы. Екі ой бар. Басқалар көрсін, енді сіздер айтып қойыңыздар, енді көріңіздер. Бір азат жол мынаны қараңыздар. Расул Ғамзатов. Бір азат жол бар ма? Бар. Екі азат жол бар екен, иә? Себебі екі ой бар. Екінші ой кімнің не ақыл берді? Екінші азат жолда біздің негізгі ойымыз сонда дәйек сөзбен беріп тұр. Ол қай азат жолда? Екінші азат жолда. Ол жерде тест сұрақтарын құрастырған кезде де оқушылар осы жерден қате жіберіп қояды. Мәтіннің құрылымдарын немесе негізгі ой қайда тұр десе қателеседі. Себебі бір азат жолдардан кеткен қателерге өте көп болды ғой, иә? Осының бәрі сол кезде мәтінді құрылымына бүрген кезде мұқият болу керек. Менің сұрағым сол еді. Содан кейін біздердің қолдарыңызда бар ғой, бұл мәтін? Енді тағы да бір сұрақ қойсаңыздар деп ойлаймын, осы бір стильге ұқсайды. Сіздер көркем әдебиет стильдеріңіз. Стильге байланысты публицистикаға да ұқсайды. Міне біздің үлкен дау-дамай туғызатын тұсымыз осы. Ал дәлелдейік енді. Мақала түрінде жазылған. Ол көркем әдебиет стиліне де келеді, бұл мәтін публицистикалық стильге де келеді. Кейіпкерлер арасындағы қарқыз байланыс деген нәрсе жоқ болып тұр ғой, бұл жерде тек қана жеке адамның пікірі. Соған байланысты публицистикалық стильге жоқ соған Тағы қалай айналдырып, мейлі көркем әдебиет стиль деп алайық, бірақ публицистикалық стильге айналдырып жіберейікші осы жерде. Тура, осы мәтінді ешқандай өзгертпейміз, бірақ соны бір сөйлем қосуға болады, аяқ жағын. Мен өзім жасап көрдім осыны. Себебі оқушылардан, мұғалімдерде осы жерден көп қиналамыз ғой. Көркем әдебиет стиліне де жатады, публицистикалық стильге де жатады. Бізге енді тесті келеді осы. Публицистикалық стиль ма, көркем әдебиет стиль ма? Ең соңында құптаушылықпен аяқталса. Олай болса барша әлемді жаратқан аналарды 8 наурыз сондықтан деп бастырса онда ол публицистикалық стильге қарайды. Соңына бір сөйлем қосып жіберсек, ол дұрыс бірінен тағы не қылуға болады ойлайсыздар. Өздерің жазған мәтіндерін көре салыңыз. Мәтіндеріңіз бар еді, өздерің жазып осы жерде бас жағына кішкене екпінді сөздер болып келіп қосып жіберсек бар ғой, ол кезде ол міндетті түрде бәрібір көркем әдебиет стилі бола берсін мына жерде. Бірақ екпінді сөздер қоссақ, ол публицистикалық стиль. Соң жағына сөйлем қоспасақ та, екпінді сөзге айналдырып жіберсек қандай болады деп ойлайсыз? Қалай айналдырып? басында ма? Әйелдер мейрамына байланысты, иә? Екпінді сөздерге қалай жасайды? Ана әлемді жаратушы, ана өмірге жолды сыйлаушы деген сияқты сөздермен. Осы сөйлем ішінде ешқандай сөйлем алмаймыз, қоспаймыз, бірақ екпінді сөзге айналдырып жіберейікші, есімізге түспей жатыр.
екпінді поэзиялық көбінесе екпінді ұранды болып келеді, иә? Солай басталады кей жағдайда. Көркем әдебиеттен айырмашылығының, басты айырмашылығының бірі сол ғой. Енді осындай екпінді сөз болу үшін не болу керек деп ойлайсыздар? Мен басындағы екі сөйлем. Айтылатын сөздер. Не істеуіміз керек сол үшін мәтінден соны жасап жіберсеңдерші. Барша Қазақстан әйелдер мерекесін сондай барша бүкіл деген тынысбек стилде леппені қойып жібермеңіз. 8 наурыз деп леппені қоюға болмады өткен орнына. Енді келесіне қараңыз, келесі. 8 наурыздан кейін Адамдар да тіпті тазалықтың да өзі. Бұл күні біздің тамаша әйел аналардың даңққа бөлек тұрғандай. оған ертеңгі қоямыз. Нелерін қанағаттандырмайды, себебі біз ережеге сүйенеміз ғой бұл жерде. Поэзиялық стильдің тілдік ерекшеліктері дегенде екпінді ұранды сөздер болу керек. Сол тыныс белгісі ғой, бізге тыныс леп белгісінде ол жерде көп шешіп тұр, бір нәрсені. Сонда бір мәтінді көркем әдебиет тіліне де жатқызуға болады, поэзиялық стильге де жатқызуға. Одан кейін жаңа бірінші топтағы айтқандай, аяқ жағына бір сөйлем қосып жіберсек, мысалы үшін ұранды көпшілікке қарата, иә? Ол кезде де ол көркем әдебиетіміз бірден неге айналып кетеді, поэзиялық стильге айналып кетеді. Солай баламен осы мен ойлаймын, мәтіннің түрлеріне, содан кейін стиліне көп жұмыс жасау керек. Кейде өзіміз де қателесеміз. Тыныс белгілер жаңа, леп сөйлемдер, ұранды сөйлемдер, тіл ерекшеліктері де бар, иә? Енді үшінші топтың тапсырмасын тыңдап, мұқият тыңдап отырмыз. Екі топ сіздер сұрақ қоясыздар, кейбір жерде келісесіздер ма, келіспейсіздер ма, бұл сіздерге оқиды. Бізге екі мәтін берілген. Бірінші мәтін 317 бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын, мемлекеттік елтаңбасын және мемлекеттік гимнін қорлау 200 айлық есептік көрсеткіштен 1000 айлық көрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе сотталған адамның 2 айдан 10 айға дейінгі кезеңдегі жалақысының немесе өзге табысының мөлшерінде айыппұл салуға, не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімге қамауға, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Екінші мәтін. Қазақстан тәуелсіздігін нығайту үшін ең алдымен Конституциясын, мемлекеттік рәміздерін анықтап, бекіту қажет еді. Әр мемлекеттің қалыпты өмір сүріп, тұрақты дамуы үшін өз заңдары болады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін президенттің төрағалығымен ата заңды дайындау мақсатында арнайы комиссия құрылды. 1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданды. Ол 4 бөлімнен 21 тараудан тұрды. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум нәтижесінде Қазақстанның жаңа екінші конституциясы қабылданды. 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Қазақстанның ата заңында мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары делінген. Тапсырма. Бірінші, берілген екі мәтінді салыстыра отырып, мәтіндердің стилін анықтаңыз. Біз бұл екі мәтінді салыстырып отырып, бірінші мәтінді ресми стилдегі мәтін дедік, екінші мәтінді публицистикалық стилдегі. Себебі публикаға арналып тұрған. Екінші, мәтіннің құрылымымен жұмыс істеңіз дейді. Бұл жерде азат жолдар берілмеген екен. Біз 4 азат жол болады деп. Сол азат жолдарды енді қайсы бар? Бірінші, Қазақстан бірінші сөйлем, жаңа сөйлем азат жолдан басталады. Екінші, әр мемлекеттің қалыпты өмір сүріп тұрақты даму үшін заңдары болады деп. Одан кейін 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум нәтижесінде Қазақстанның жаңа екінші конституциясы қабылданды дедік. Одан кейін Қазақстанның ата заңында мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары делінген деп. 4 азат жолға бөлінсе, 4 түрлі не бар бұл жерде? Ой бар. Бір-біріне ұқсамайтын 4 түрлі. Келесі тапсырмамыз. Келесі үшінші тапсырмамыз мәтіндерге байланысты тест тапсырмасын құрастырыңыздар деген. Біз бұған екі тапсырма құрастырдық. Біреусіне негізгі ақпаратты анықтаңыз деп, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтаңыз деп, көп таңдаулар жауаптар жаздық. Екінші сәйкестендіру тестін құрастырдық. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтаңыз. А. Айыппұл мөлшері. В. Қазақстан Республикасының конституциялық баптары. С. Референдум нәтижесі. Көп таңдау бар дейсіз. Бір таңдаумен.
бұл бірінші мәтінге байланысты, иә? Бұл ресми стильге байланысты мәтін. Екі мәтінге де байланысты. Екі мәтінге Аха, айыппұл республика конституция баптары референдум нәтижесі. Қандай еді? Негізгі ақпарат. Екі мәтінге ортақ ақпарат қоя? Ортақ болатын ақпарат. Баптар. Дұрыс па? Дұрыс. Екінші сәйкестендіру тесті. Бірінші несін айтайын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қорлау дедік, одан кейін ата заңды дайындау мемлекеттің ең қымбат қазынасы дедік. Бірінші бөлігіне. Екінші бөлігіне комиссия құрылады, адам және оның құқықтары 200 айлық дедік. Қорлау деңгейі 200 айлық. Аха, 200 айлық. Одан кейін ата заңды дайындау комиссия. Мемлекеттік қымбат қазынасы, адам және оның құқықтары. Екі стиль ұқсай ма? Ұқсайды. Ұқсап тұр, иә? Енді соны айырмашылықтарды қалай таптыңыздар? Ресми стильге де кетті оны, екінші стиль. Біз соңғы коммунистикалық стиль, иә? Сол жерде коммунистикалық стильге де келеді, бірақ айырмашылықтарын қалай таптыңыз? Біз айырмашылығын соңғы сөйлемдегі неге қарап. Екінші мәтіндегі бірінші сөйлеммен Қымбат қазынасы деп мына жерде көркемдеу үшін құрал қолданып тұрған сияқты ғой. екінші мәтіндегі бірінші сөйлеммен де анықтауға болатын сияқты мағанша. Мына жерде не деп тұр ғой? Конституцияның мемлекеттік рәміздерін анықтап бекіту қажет еді деп. Көпшілікке соңғы сөйлеммен де ажыратуға болады. Делінген деген. Әр мемлекеттің халықтың өмір сүріп дамуы үшін өз заңдары болады деген сөз мысалы ресми қағаздар істеуге қажет емес. Ресми қағаздар нақты дәл талап етеді ғой. Құжат болса, құжат түрінде береді. Мына жерде енді бұл екінші адамның ол пікірі болып тұр шы. Баяндау тәсілі басым болып тұр ғой? Баяндау. Солар арқылы қабылдауға дейін. Енді оқушыларды сөйтіп үйретеміз. Себебі ұқсайды бұлар екеуі, қатты ұқсайды. Бірақ қатені осыдан көп жібереміз. Енді бұл жерде мазмұнын түсінемін. Одан кейін бұл жерде тағы не бар ғой біздің стильдермен көбірек жұмыс істеуіміз керек екен. Стильдің тіл ерекшеліктері бар ғой. Соны балаға үйретіп көруіміз керек. Кез стильдің тіл ерекшеліктері бар. Сонымен дәлелдеп шығамыз. Не жұмыс істеуге болады бұл жерде, иә? Одан кейін ұялы телефондарымызда да бар ғой, иә? Соған қарасаңыздар кітап Пыстан деген арамыз, пыстан бар. Пыстан жеңілдеп өмірді біледі олар, иә? Пыстанды қарап ол өздерінің бірінші өздерінің
Жылқы малы қазақ халқының өмірінде ерекше орын алады. Көшпенді халық үшін жылқы малы мінсең көлік, кисең киім, ішсең сусын болған. Біздің жеті қазынамыздан да жылқы малының орын алатыны осы қасиетін ескере отырып кірілген сыңай. Иә, ер қанатты ат деп білген қазақ халқы адамның кейбір қасиеттерінде жылқы малынан көреді. Жазушы Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романында Тарас Қолтың өмір жолын осы жылқы малындағы қызыл жебемен байланыстыра отырып керемет суреттеген. Осылай жазып бұл мәтініміз. Сосын ат әбзелдерін сәйкестендіру не бойынша сәйкестендіру тапсырмаларын. екі топқа бөле. Екі топқа. Қазір жазбақша берейін, оқи берейін ба? Сурет бойынша. Стан ердің үстіндегі көпшілікті алды артынан бастырып қоятын үстін жез күмістен қақтаған бұлғары. Екінші, ер тоқым алып кетпеу үшін малдың бауырын шабын орап таратып жауып қойған. Енді А. Айылдар, тұтып отырсыз ма? Б. Таралғы және С. Стан. Осы нелер бойынша сәйкестендіреміз. Қайсысы айылдар, таралғы қойырсал және С. Стан. Үш неме сәйкестендіреміз. Жауап бойынша. Стан. Ердің үстіндегі көпшікті алды артынан бастырып қоятын, үстін жез, күмістен қақтаған бұлғары. Ол не? Сәйкестендірме ол не? Бұл не? Дұрыс. Екіншінің ережесін оқыда бұл не? Алып кетпеу үшін малдың бауырын шабын орап тартатын жалпы қайыс. Ол не? Айыл ма? Үшінші, үзеңгіні ерге жалғастыратын айырбасы бар қайыс бау тұрман. Үзеңгіні ерге жалғастыратын айырбасы бар қайыс бау тұрман. Үзеңгіні ерге жалғастырады. Айыл ма? Сымаға қараймыз, иә? Мына жақта көрінеді. Таралғы. Қайтып айтты? Таралғы ма? Үшінші топ айтты. Таралғы. Дұрыс, жақсы отырамыз. Екінші топтың тестің бәрі екінші топтың тапсырмасы. Сізде тапсырма құрастырамыз, бірақ бірнеше тапсырма керек. Біреуін оқыса болатын шығар. Енді осы сурет мазмұнына қарай материал тұжырымдаймыз. Және осы графикалық суретті қай ақын жазушының өлең жолдарымен байланыстыра аласыз? Шоқпардай кекілді. Енді мақал мәтелмен тұжырымдаңыз. Мақал мәтелмен тұжырымдаңыз дейді. Сурет ердің қанаты. Арағы қанаты. Жақсы. Екінші топтың шыққанын Біз енді бірнеше тапсырмалар құрастырдық. Біріншісі жылқының бейне мүшелері мен ат әбзелдерін тауып шығу. Сурет бойынша анықтау. Жылқының бейне мүшелері. Айтып кетесіздер ма? Бір-екі мысал. Милы. Милы. Тағы да бейне мүшесіне. Кеңсірік. Желкелік, кеңсірік, дұрыс. Тағы да қасқалық, дұрыс. Жақ. Салпынжақ. Төс, дұрыс. Салпынжақ болмайды. Ат әбзелдерін атайсыздар ма? Ат әбзелдеріне. Шылбыр. Шылбыр. Үзеңгілік. Таралғы. Енді осы негелерге байланысты берілген мәліметке байланысты тұрақты тіркестер тапсаңыздар. Тұрақты тіркестер біздің халқымызда осы жылқы малына байланысты көп тұрақты тіркестер қолданамыз. Атайлар қажығында бар. Жоқ, мына жерде берілген сөздерге байланысты мақал, мына жердегі берілген айылын жеу дұрыс. Тағы да көп өте қарасаңыздар. жимады. Жимады
Шылбырына оратында, шылбырына орату. Қанжығаға байлау. Қанжығаға байланып. Тізгінін тарту. Құйысқанды көтеру. Құйысқанды көтеру. Құйысқаны көтеріп жолға шыққанда айтамыз. Сарда Желкесінен шықты, қанжығасы майланды. Қанжығасы майланды. жүрген құрып тимеген деп айтамыз. Үзеңгіге аяғын салып тұр деген сияқты. Баласы бәйгеге шапса, Қанжығасы майланды. Енді бұл келесі тапсырмамыз енді осы табылды ғой, сөздер табылды, тұрақ тіркес. Енді осы сөздер қолдану үшін мәтін құрастырыңыз деген тапсырма. үшінші тапсырмамыз сондай. Сондай тапсырма бердіңіздер ғой, иә? Енді дайын мәтін күн натопта бар сияқты. Құрастыра қойдыңыздар. Сәйкес келді. Сөйлеп басып қойып айта қой. Мәтін аға. Сіздерді дайын енді құрастыра қойдыңыз. Натоп құрастырсын ол, иә? Жаңағы тұрақ тіркестерді таптыңыздар, атакерлер таптыңыздар ғой, соларды. Үштер сөйлеп жетеді. Қыстыру. Салтасымен байланыстырсақ болады. Үшінші тапсырмасын тыңдайды. Үшінші топ. Ал тыңдаймыз сіздерге арналады. Бердесі көшеге тапсырма құрастырдық. Бірінші тапсырма. Берілген мәліметтерді пайдалана отырып, графикалық мәтін құрастырыңыз. Мәтін неде берді ғой, мәліметтер. Осы мәліметтерді құрастыра отырып, мынандай графикалық мәтін құрастыру, графикке түсіру керек қой. Жаңа несіне қарай? Суретке қарай ма? Аха, суретке қарай. Суретке қарап отырып, жаңағы мүшелермен Рет-ретмен. графикке түсіру керек. Графикті қалай шығарайық? Ол өздерінің Иә, ол өзінің екінші тапсырма. оқушының өз несіне байланысты. Екінші тапсырма ат әбзелдер туралы пікіріңізді 3-4 сөйлеммен жеткізіңіз. Ат әбзелдер Бұл жердегі басты ой ат туралы емес, ат әбзелдері. Сол үшін ат әбзелдері туралы деп сұрап. Пікір. пікір білдіру, иә? Деген сол себебінде жылқымалының ат әбзелдеріне байланысты қазақтың сөздік қоры өте мол. Мысалы, олар мынандай тұрақты тіркестерден де көруге болады. Айылын жию, құйысқан көтерілу, жүген құрық тимеген деген, қанжығасы майланды деген сөз тіркестері осы қазақ халқының жылқымалына ерекше құрметпен қарағанын сезуге болады. Бірінші топ айтайық, Біз мынандай не бойынша, сурет бойынша екі сөйлеме тұратын мәтін болса да пікір топтан қалыптастырып шығардық. Яғни бүгінгі болып жатқан семинарымызға әріптестерімізге сәттілік тілей отырып, сонау жерден үзеңгімізді тартып, құйысқанымыз көтеріліп, тақымызды жіберіп, қанжыға қысып, қанжығамызға майланып қайтқалы отырмыз. Деген сөйлем жаздырдық. Енді осы не бойынша пікірлеріңізді жазып кеткенде, бірақ не алдыңыздар, не жетпей тұр, қандай ұсыныс бар? Орда келді, иә? Графикалық мәтіндермен жұмыс істеген қандай болады екен? Қиын ба, оңай ма? Қызық ба, қызық па, балалар? Жас ерекшелік енді мынау сіздерге болады? Жоқ, мына 5-ші класстарға бере аласың. Енді барлық сыныптарға осыны пайдаланып бәрісін 5-тен бастап, жаңа бұндықтар білесіздер ғой, мәтінмен жұмыс. Біз тек қана кәдімгі тұтас мәтінмен емес, осы тұтас емес жадағай мәтіндерді көп қолдануымыз керек. Бірінші топ белсенді, бірінші топ өте белсенді болды. Бүгінгі семинар өте жоғары деңгейде өтті. Көптеген мәліметтер меңгере алдық семинардан. Графикалық
мәтіндермен жұмыс жасауды және де ат әбзелдері туралы жақсы қазақи тіркестерді қабылдай алдық. Және де айтатын ұсынысым, дәл осы әдіс тәсілдерді сабақтың барысында қолданған әріптестеріміздің сабақтары көбірек болса екен, барып қатысса екен деген ұсынысым бар. Өзіміз де қолдансаң, иә?